Қысқаша айтқанда, осы эффектіні үйренетін боламыз. Жалпы мұндай анимацияны жасау өте оңай. Ол үшін текст инструментін таңдап, экранға текст жазамыз. Текстте переход деп жазайық. Енді бұл текстті орналасуын кішкене турлайық. Осында тұрсын. Енді тексттің фонынан кішкене айырмашылығы болу үшін мұндағы стрелканы басып, дизайн толықты ашамыз. Және төмен қарай түссеңіз, темные тона деген параметріне галочка қоямыз. Бұл текстіңізге көлеңке беріп, оны фоннан айырмашылығын арттыруға көмектеседі. 100%-ке дейін қоямыз. Одан кейін мұндағы параметрлерін өлшемін кішкене арттырып, айырмашылығын арттырамыз. Енді тексттің ұзақтығын ұзартайық. Маsk эффектісін енгізетін боламыз. Ол үшін төмен жаққа түсіреміз. Непрозрачность параметрін тауып аламыз. Белгілеп, маркер арқылы масканы сызайық. Масканы тексттен бөлек ортаға салу керек. Қолдан бастап оң жақты белгілейміз. Себебін қазір көріп түсінесіздер. Мұндағы шекараның нәзіктілігін арттырайық. 40%-ға дейін. Анимацияны бастаймыз. Енді әр кадрмен жұмыс жасап шығамыз. Қарап көрейік. Қысқаша айтқанда, осы эффектіні үйренетін боламыз. Сонымен қатар дәл осындай эффектіні алдыңғы сабақта көрсетілген видеоларды қолданып істеп көрейік. Ол үшін талдың видеосын саламыз. Бірінші видеоны қарап көрейік. Идея бойынша осы талдың артынан біздің текст пайда болу керек. Ол үшін мұна текстті көшіріп алайық. Мұнда қоямыз. Ұзақтығын өзгертеміз. Байқасаңыздар, мұнда алдыңғы эффекті қалып қойды. Сол үшін оны алып тастауға да болады. Масканы алып тастаймыз. Жай ғана делетті бассаңыз болады. Енді қайттан маска енгізетін боламыз. Бізде масканы талдың сол жағынан белгілеу керек. Себебі талдың оң жағынан белгілетін болсаңыз, ол кезде біздің текст фигураның ішіне еніп қояды, және бұл ешқандай өзгеріс бермейтін болады. Сол үшін фигураны текст жоқ жерден бастауға қажет. 4 бұрыш сызып көрейік. Размерін кішірейтеміз. Оңға жылжытамыз. Пішінін өзгертейік. Шекараның нәзіктігін арттырамыз 40%-ға дейін. Енді талмен бірге жылжып отырайық. Белгілейміз. Енді қарап көрейік.